Ассалаумалейкум, құрметлі телевизор көруші достар. Эфирде объектив назерді көрсету. Әдеттегідей біз тікелей эфирдеміз. Хабарыңыз бар, міне соңғы уақытлары жолларымызда транспортлардың көбеюі. Әлбетте жолларда инсан қадірі һәм харекет қауіпсіздігі мемлекет саясатының тикарғы бағдарларының бірі болуына себеп болды. Міне әрқандай тәртіп қағидаға бойсыну болса, күткен нәтижелерге тикар болады. Қазір ғана айтып өткеніміздей, демек жолларымызда транспортлар көбейді. Бұл таза талапларды алып келеді біздерге. Жолларымыздың жақсы болуы, транспортларымыздың жүруіне қандай да бір имканиятлар, мүмкіншіліктерді еледі жаратып беру, жолларымызды сапасын жақсылау, тәртіп қағидаларға жаңа айтып өткеніміздей бойсыну мәселелерді ең тикарғы бүгінгі күннің мәселелерінің бірі болып саналады. Солай екен, міне аңлап тұрғаныңыздай, бүгін көрсетуіміз арқалы, демек осы тема бойынша сөйлессуді мақұл таптық. Студиямызда орнатылған 61 коды менен 226-53-14 номерлеріне өздеріңіздің сұрау, мүражатнама әмде ұсыныстарыңызды жолдасаңыз болады. Яки болмаса телеграм мәнзілдеріміз объектив назерінде деп жазсаңыз, осы телеграм мәнзілдерге де өз сұрауларыңызды жолдасаңыз болады. Дәслеп студиямызға келген меймандармен таныстырып өтеміз. Бірінші мейманымыз Берік Аймұратов, жинаят істері бойынша Қоңырат районы судының тергеу судьясы. Ерназар Кенжалиев, Қарақалпақстан Республикасы автомобиль жолдары бас басқармасы харекет қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша бас қанегесі. Қазбек Өтеулиев, Қарақалпақстан Республикасы транспорт министрлігінің лицензия бойынша бас қанегесі. Әмде Тұрсынбай Өтемұратов, Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігі жол харекет қауіпсіздігі басқармасы мәмілеме топары аға инспекторы. Құрметті меймандар, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Міне дәслеп көрсетуімізді, міне бүгінгі дәуір рауажланулары мысалында автотранспортлардың санының қатары артып атыр, һәм автотранспорт басқарушыларда жастаңлап атырған жоқ. Қазір хаял қыздарымызда көп, жолларымызда енді өзінің тәртібі бойынша сол басқару, көлікті басқару куәлігін алған жастарымызда көп. Демек, жолларда инсан қауіпсіздігін тәмінлеуге байланысты істелініп атырған жұмыстардың нәтижелері хақында аз ғана Тұрсынбай, сізбен басылап алсақ сөйлетімізді. Әлбетте, ассалаумалейкум. Бүгінгі республикамыз аймағында бірінші жол транспортының алдын алу харекет қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында бірқанша әмелі жұмыстар әмелге асырылмақта. Сонымен бірқатарда мінекей әмелге асырылған жұмыстарға қарамастан жол транспортының асып кетуіне себепші болған. Бұл өз кезегінде мінекей автотранспорт басқарушылары һәм барша харекет қатынасушылары жол харекет қағидаларын әмел етпеуі, яғни сол болмаса әмелдегі жол харекет қағидаларының сол қопал түрде қағидалар істелген нәтижесінде сондай ауырақ бір жол транспортының келіп шықпақта. Мінекей бүгінгі күні сол республикамызда, яғни сол министрлік кабинетінің 2000 жылдың, яғни 6 май күні 296 салы қарар қабыл етілген. Бұл қарармен, яғни сол автотранспорт басқарушыларын, яғни тәртіпке салу, сондай-ақ автомобиль жолдарында инсан қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында бұл қарар ісіліп шықты. Бұл қарармен, яғни автотранспорт басқарушыларына барлық системаның енгізілуі. Өз кезегінде бұл, яғни қопал түрдегі қағида бұзушылықтар үшін барлық система енгізілген, һәм де сол жол транспорт полицейлерін келтіріп шығарушы, яғни сол бір сөзбен айтқанда, яғни сол светофордың қызыл шырағында әрекетлену, яғни қарама-қарсы тарапқа әрекеттену жағдайлар, сондай жағдайлардың алдын алу бұл барлық система енгізіліп шығылды. Бұл балық системамыз, яғни сол 0,5 балдан 2 балға шекемді болған аралықларда балық система есептелініп барылады. Бұл автотранспорт басқарушысы сол 1 жыл ішінде, яғни сол 12 бал топлаған жағдайда белгіленген тәртіпте бұл автотранспорт басқару құқығынан айырылады. Сондай-ақ бұл бал топлау жағдайлар қандай болады? Яғни сол бүгінгі мәселен осы күннен бастап, осы уақыттамаса, мінекей светофордың қызыл шырағында әрекетленген болса, осы күннен ендігі жылға осы күнге шейін болған аралықта, яғни 1 жыл давамындағы балық система бал есептелінеді. Ал сол балық система, яғни сол 8 бал топланған уақытта автотранспорт басқарушына SMS тәрізде сіздің балыңыз 8 балға жетті деген SMS хабарнама барады. Һәм де бұл 12 балға топланғаннан соң белгіленген тәртіпте әкімшілік орайы инспекторлар тарапынан құжаттар топланып, материал топланып, белгіленген тәртіпте жинаят істер судыларына жіберіледі. Һәм де сол жерде судылар тарапынан көріп шығылады бұның азаттылықтан, яғни сол айдаушы куәлігін айырмау себептері. Бұл сондай-ақ бұл яғни ең кемі сол 6 айдан 3 жылға шейін болған айдаушылық құқығынан махрұм болады. Өз кезегінде демек 12 балл топланса 12 балл топланса әлбетте. 8 балл топланса дәслеп 8 балл топланса дәслеп сол автотранспорт басқарушы үйіне хабарнама барып, сол 8 балл топлаған хақында оны ескертіп қояды. Яғни бұл сіз енді 4 балл топласаңыз белгіленген тәртіпте айдаушы құқығынан махрұм боласыз деген мақсатта хабарнама естіледі. Сондай-ақ мінекей бұл яғни сол бүгінгі көптеп сұраулар бар, бұл тек қана жол патруль қызмет инспекторлар тарапынан анықталған қағида бұзушылықтар үшін ғана балл жазылады. Яғни біздер автоматластырылған фото һәм видео қайта етуші, яғни құрылма арқылы бұл балл есептелінбайды, тек қана инспектордың визуалдық көзбен күзету арқылы
анықталған баяндамаларына, яғни сол жарималар есептелінеді. Соның өзінде бір нең өзінде һәм бұл автотранс басқарушысына жарима балы есептелінеді. Соның біргелікте бұл хакім жазылған баяндама үшін жарималарына төлейді. Бұл өз кезегінде сол бірінші нәубетте бұл жаримасын төлеп, екінші нәубетте оны айдаушының, яғни оның ендігі жағында қағидат қылмау мақсатында сол балды жинауы, бұл өз кезегінде автотранс басқарушының әр уақытта да бір сергектілігін, жол әрекет қағидаларын әмел етуін, ямаса сол белгіленген тезлікке, ямаса светофордың қылмыс жағында әрекетленбеу керектігін оған ескертіп тұру үшін сол мақсатта бұны, яғни айдаушыны жазалау мақсатында бұл бал есептелініп барылды. Тұрсынбай, соңында бір сұрау туылды. Қазіргі күнде міне коррупцияға қарсы күресуге үлкен саясат мәселесінде алып қаралып жатырды. Демек, инсан факторын жоқ етіп, ортада һәммесін автоматластырылған санластыру жолыменен коррупцияға қарсы күресу үлкен жолы қойылып жатыр. Қазір айтып жатырсыз, міне инспекторлар балаларды қояды деп жатырсыз. Енді міне осы инспекторларды қадағалау мәселесі қалай әмелге асырылады? Бұл жерде инспекторлар балалар есепламайды, автоматластырылған тәрізде өзі біздердің онлайн базамыз арқылы автоматланған тәрізде есепланады. Яғни инспектор жазған қағидалар, яғни сол светофордың қызметтерін әрекетленген болса, сол бойынша инспектор сол айдаушыға жазып береді, һәм де ол базамыз автоматланған тәрізге бал есепланып барылады. Бұл жерде ешқандай инспектордың несіз қатынасусыз автоматланған тәрізде ол онлайн базамыз арқылы істеп тұрылады. Сондай-ақ мінекей инспекторлардың өзі қадағалауды, яғни сол олар боди камерамыз бар, боди камера сол белгіленген тәртіпте сол жұмыс уақытында істеп тұрылады, һәм істеп тұрған тәртіп уақытында сол жол патруль қызмет инспекторлары жұмысқа шығады. Қазіргі және бір сұрау, міне мәселен, қазір енді қатаң тәртіптер әмелге асырылып жатыпты демек, бірінші күннен бастап. Қазір балаларды бәрібір сол жаримаға қарап өзі автоматластырылған тәрізде қойылады деп жатырсыз да. Енді міне қағида бұзушыға сол жариманы белгілеп отырған уақытта инспектор, яғни жол транспорт осы инспектор қызметкер көрсетіп, осы балды сол қағида бұзушыға көрсете ала ма? Бұл орында біліп отыру үшін қағида бұзушыға. Бұл орында көрсете алмайды, һәм бұны балына айта алмайды. Себебі бұл автоматтық база арқылы балла қойылатын болса, яғни сол бұл орында, яғни біз айдаушы, яғни Сефрод деген біздің платформамыз бар, Сефрод платформамыз арқылы өзін сол телефон арқылы құрылмасына жалғап алса, сол жерде неше балл топлағаны, қайсы қағидалар үшін істелгені, балл қосылғаны бойынша барлығы сол жерде көрсетіп тұрады, сол Сефрод программасы арқылы. Сондай-ақ мінекей біздердің әкімшілік тәжірибе орайларында сол өздері бұқаралық тарапынан өздері барып тексертсе де болады, яғни сол тек қана сол өзінің айдаушылық гуалын, яғни техпас автотранспорт құралына тиесілі болған гуалын алып барса, сол жердің өзінде автотранспорт басқарушының қандай қағидалар істелгендігі, һәм қайсы қағидалар үшін қайсы балл топлағанлығы барын сол жерде көрсетіп береді. Жоғары айтып өткеніміздей, тек қана 0,5 балдан 2 балға шейін болған аралықтарда балл жазылып барылады. Яғни сол 2 балл қай уақытлар берген, 2 балл сондай ауыр ақыбетті жол транспортын келтіріп шығарушы қағидалар істелген болса, сол уақыттарына 2 балл берілуі мүмкін. Онда да айтып өткеніміздей, автоматластырылған базамыз арқылы ол онлайн тәртібі жүргізіліп барылады. Ешқандай бұл жерде инспектордың қатынасусыз алып барылады да бұл орында. Сондай-ақ мінекей мәселен айтып отырмыз, жоғарыда инспекторға светофордың қызметтерін әрекетленіп келген болса, оған басқа қағидалар жазып беру ұсыныс етуі мүмкін айдаушы. Ол кезде біздердің планшет құрылмамыз сол, яғни сол планшетке автотранс кіргізгеннен басылап, оның екеуінің арасында мүнәсебет аудио жазуға алады. Планшет құрылмамыздың өзінде. Һәмде және бір нәрсе боди камерада ол жерде видео, аудио жазуға алады. Ол кезде инспектор ешқандай өзгерту мүмкіншілігі болмайды. Егер де өзгертетін болса, біздердің сол жол әкімшілік тәжірибе инспекторлары бар, сол жерде олар күзетіп барады. Әрқандай істелген сол, яғни сол инспектордың істелген қате кемшілігі бойынша да оны шақырып жазалау мүмкіншілігі бар біздерде. Сол себептен ол жерде яғни қағидаларды бұрмалау деген зат болмайды бұл орында. Демек, инспекторларда қадағаланып барылады. Әлбетте, инспекторлар әр тарапынан қадағаланып барылған. Рахмет. Енді міне пайтақтымыз, республикамыз бойлап жолларға өтетін болса, қазір міне айтып жатырсыз, Тұрсынбай айтып өткендей, міне 12 баллық система енгізілді жолларымызда. Солай екен, транспорт басқарушылары да қағидаларды бұзбау үшін бірінші нәубетте жоллардың сапасы да соған сай болу керек та. Солай екен, республикамыздың жоллардағы жағдайлар хақында да сәубетлессек. Мархамат. Ассаламалейкум. Өзбекстан Республикасы президенттің 330 қарары тасдиқланды 2023 жыл 10 октябрь күні. Осы қарарда 4-ші, 6-ші, 5-ші илаваларында тасдиқланған жолдарды оңлау, жолдарда көпірлерді тәмірлеу, құру, реконструкция қылу, әмді жолдарда әрекет қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша тиесілі болған жол белгілерді орнату, жолсыздықтар сызу бойынша тапсырма белгіленген. Осы қарарға текар биыл автомобиль жолдарында, пайдалану автомобиль жолдарында 1200 километрден астам ойлы шұқырларды тәмілеу жұмыстары әмелге асырылды.
30 километрден астам жолlarda қайта асфальттар жатқызу жұмыстары әмелге асырылды. Сондай-ақ автомобиль жолдарында әрекет қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында 650 километрден астам жол сызықтары сызылды. Халықаралық ахметтің автомобиль жолдары, давлат мемлекеттік ахметтің автомобиль жолдары әмесі жолдар сызылды. Сондай-ақ жолдарда күз бәһәргі көрікке өткеріледі. ГАИ инспекторларының біргелікте осы техник көрік нәтижесінде автомобиль жолдарында тиісілі дағатыма түзіледі. Дағатыма тикар, мәселен, автомобиль жолдарында қай жерінде ой шұқырлығы бар, қай жерінде қайта тәмірлеу керек, қайсы жол белгілерді орнату керек бойынша дағатыма рәсмилестіріледі. Осы дағатыма тикар жол белгілері орнатылады. Бүгінгі январь, май ай аралығында 2300-ден астам жол белгілері орнатылып, әрекет қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша тиісті іс-шаралар көрілмекте. Рахмет. Әзілер, біздер дөретуші топанымызбен біргелікте тәйірлаған видеоролигіміз бар еді, соны біргелікте тамаша етіп, соңғы жауапларымызға қайтсақ. Мархамат. Бүгінгі видео көріністер пайтақ жолларынан алынды. Демек, көріп тұрғаныңыздай, әзір көріп өттік. Міне автотранспортлардың тұру орынлары халықтың штраф стоянка деп айтылады. Осы жарима майданшаларында тұрған автотранспортларды да көріп өттіңіз. Демек, бір машиналарымыз, айрым машиналарымыз жол транспорт қайсылеріне ұшырауын есепке алатын болсақ, 2 айлап, 3 айлап тұрып қалуы мүмкін. Бірақ тілекке қарсы ешқандай мүмкіншіліктер жаратылмаған екен. Бұл орынларда сол транспорт тұру орынлары қандай да бір шертек, яки болмаса саялық орынлар жаратылмаған. Бұл орынлар енді әлбетте сплермелерге тиесілі екен. Бірақ шартнама түзілген, сол жол қарекеті қауіпсіздігі басқармасымен біргелікте. Демек, сол жерге жаримаға тартылған машиналар қойылатығын есепке алатын болсақ, транспортлардың тұру орнының бір қолайлықлар жаратылмаған айтып өтуіміз керек. Әмде қазір ғана видеороликті көріп өткеніңіздей, демек, радарларымызды айтып өтсек болады. Радарларымыздың көпшілігі сол теректердің жапырақтарының арқасында қалып қойған транспорт басқарушыларына көрінбейді. Дұрыс, өзінің белгісі бар радар деген, бірақ сонда да бұл радарлардың сол жапырақтарының артында тұруы әлбетте транспорт басқарушыларына қолайсыздықтар жаратылуы тұрған гәп. Міне қайттан көрсетіп жатыр режиссеріміз. Пайтақтымыз жоллары, міне транспорт тұру орынлары өздеріңіз көріп отырғаныңыздай құяштың астында тұрыпты, туырдан тұрып құяш түседі бұл транспортларымызға да. Міне осы мәселелерді бірінші нәубетте осы транспортларды қою орынларын сөйлесетін болсақ, Тұрсынбай, демек, сплермелер адаспасақ, сол алжаспасақ, 2 ямаса 3 осындай транспорт қою орынлар бар әзір күнде Нөкіс қаласында, дұрыс па? Әлбетте, бірінші көріп өткен жарима майданшаңыз, бұл жергілікті хакимиятқа тиесілі, Нөкіс қалалық хакимиятына тиесілі жарима майданшасы есептелінеді. Бұл орында сол әзір күнде сол режесіліп шығылған, яғни сол барлық районларда сол жарима майданшалар жергілікті хакимиятпен біргелікте, яғни жол қарекеті қауіпсіздігі басқармасымен біргелікте істеліп шығылады. Қазіргі уақытта сол бұл орынларды сол шертектермен орнату, сондай-ақ ол әрбір кірген автотранспорт құралдарын, яғни сол видео күзету, бақылауға алу, сондай-ақ оның өз белгіленген тәртіп қағидалары бар, яғни сол тәртіп қағидаларында әрбір автотранспорт құралдарының тұру орынлары, сонымен біргелікте оның жан-жақларында, яғни видео күзету камераларымен орнатылу керектігі, hamda FISID сол өтіп автотранспорт құралдарын әрбірін тізімге алу керектігі бойынша да қазіргі уақытта белгілеп өтілген, сол бойынша қазіргі күнде жұмсалып барылмақта. Тикарна сол жергілікті хакимиятлар тарапынан әмелге асырылмақта. Бұл өз кезегінде сол әрбір сол автотранспорт құралынан түскен түсім сол жергілікті хакимиятпен ішкі істер министрлігіне ажыратылады. Бұл өз кезегінде сол жарима майданшалар қазіргі уақытта мінекей сол барлық қала районларда істеу тәртібі әмелге асырылған. Қазіргі күнде бұның сол үлгісі берілген, яғни сол түрдегі жарима майданшаларын әмелге асыру бойынша.
қазіргі уақытта бұл бойынша жұмыстар әмелге асырылмақта. Сондай-ақ бұл орында мінекей жеке сперменге тиесілі болған жәрмеңкешілер бар. Бұл орында сол қазіргінде сол белгіленген тәртіп қағида бойынша бұл орынға әмелге асырылып жатырыпты. Тек қана қазіргі күнде сол жаңа көріп өткеніміздей қазіргі уақытта автотранспорт құралдарын саял жүріп тұру үшін шертекілер орнату жұмыстары әмелге асырылып жатыр белгіленген жәрмеңкешілерінде. Демек, тез күнде бұл машқалалар шешіле ме? Әлбетте, бұл бойынша сол жыл аяғына шейін бұл әммесі шешілу назарда тұтылған. Өзі тәртібі бойынша енді сізге турдан тура сұрау бере берейік, енді басқа қайнегеңіз келмеді. Демек, шартнама түзбестен алдын қандай да бір қолайлықлар, яки болмаса тәртіптер әмелге асыру керек пе, сплермендер? Тәртібі бар әлбетте. Белгіленген тәртібі бар, айтқанымызда күзету камералары, әрбір автотранспорттың кіріп шыққан уақыты, сағаты белгіленіп тұру керек. Сондай-ақ автотранспорт құралы сол біреудің мүлкі болғаннан кейін оны саялы орында тұру керек. Hamda сол іштегі автотранспорт құралына тікелей сол жәрмеңкешінің иесі жауапкер келді есептелінген бұл орында. Енді транспорт мәселесі де қымбатбақа бұйымдарға кіреді елімізде, бәрібір оған жетісу да қиын. Оның сол жерде қауіпсіз тұруы, ішіндегі нәрселер алып кетілмеуі, бұл ең тикарғы вазифаларының бірі де, сондай міне сплермендеріміздің. Қазір көріп өткеніміздей, сплерменге тиесілі болған тұрар жайларда жүзде аяншыл жағдайда тұрған екен да? Әлбетте. Енді радарларды айтып өтетін болсақ, радарларды да қазір міне жаздың күні терекілер жапырақлайды, өсіп жатырыпты бақардан басылып. Бірақ тілекке қарсы радарларды, бақылау камераларын жауып тұрғанлығын көрдік та жолларымыз, пайтақтымыз жолларында. Бұларға жол транспорт, демек, жол қарекет қауіпсіздігі басқармасы жауап бере ме, яки болмаса қойған сплермендер жауап бере ме? Бұл орында тура айтасыз, яғни әрбір сол жол белгілерінің көрінбеушілігі, яғни сол жол әрекет қауіпсіздігі басқармасы тарапынан қадағаланады. Яғни сол қай жерде сол терекілердің жапырақлары сол жол белгілерін жауып тұрғанлығы болса, бұны тиісті тәртіпте, тиесілі жерлерге, яғни сол абаттандыру басқармасына, болмаса сол жеке сплермендерге, яғни сол жол әрекет қауіпсіздігі басқармасы тарапынан хат шығарылады. Яғни сол оларды терекілерге шәкіл дейді, шәкіл беріп, сол жол белгісін көріну шекілігін не қылу керек, тәмелеу керек. Бұл өз кезегінде сол жол әрекет қауіпсіздігі басқармасы, яғни техника қадағалау, сондай-ақ жол әрекет қауіпсіздігі басқармасының жол әрекет қауіпсіздігі тәмелеу бойынша яғни дорожный отдел дейміз, яғни сол жолдарды пайдалану несі, сол белгіленген тәртіпте өздері сол жолдарды үйреніп шығады, үйрену davamında анықталған кемшіліктер сол жолдарды жол белгілерін жауып қалған жағдайлар болса, белгіленген тәртіпте сол автотранспорт басқармасымен біргелікте сол терекілерге шәкіл беріп, яғни сол жолдардың жол белгілерінің көрінушіліктерін тәмелейді. Сондай-ақ секе эксперимент тарапынан бүгінгі күнде республикамыз аймағындағы автомобиль жолдарда сол радар құрылмалары қорылған, радар құрылмаларын әлбетте өз кезегінде сол жол белгілері көріп өткенімізде жаңа терекілердің жапырақтарының саясында қалып қойған. Бұл өз кезегінде жол әрекет қауіпсіздігі басқармасының сол белгіленген тәртіпте бұны сол әмелге асыру жұмыстары алып барылады. Яғни сол сплерменмен біргелікте һәм де сол автотранспорт басқармасымен біргелікте оларды көрінушіліктерін тәмелейді. Рахмет. Әзілер, телеграм мәнзілдерімізге кеп түскен сұраулардан оқып басылаймыз. Ассалаумағалейкум депті. Демек, іләжі болса атымды жарияламаң деген. Сол екен, атын жарияламаймыз. Бұл бұқарамыздың менің сұрауым, Қожелі районынан өтуші халық тілінде коммунизм ападной. Құлап ауыл бұқаралар жиыны ішінен өтуші айланба жолында салмағы 3,5 тоннадан артық болған жүк автомобильдер харекетленуі қадаған етілген жол белгісі орнатылған. Бірақ бұл жолдан әр күні үлкен көлемдегі жүк транспортлары харекетленіп келмекте. Жол жүзде тар болғандықтан жүк автомобильдері басқа харекет қатынасушыларына үлкен қауіп һәм де кесент бермекте депті. Жеке өзім бірнеше рет куәсі болғанман А380 жолынан құлап ауыл бұқаралар жиын ішіне қарай харекетленіп жатқан айланба жол бұрылмасында жол патруль арнаулы қызмет автомашинасы жол шетіне қызмет алып баруда. Ал бірақ оның көз алдында бір емес 3 үлкен жүк автомобилі қадаған етілген жолға бұрылып харекетін давам етіп атыр. Қызметкер бұл автомобильдерді ірку ямасы басқа шара көру іләждарын көрмеді. Сұрауым, бұл айланба жолда жүк автомобильдері харекеті қашан һәм кім тарапынан тоқтатылады? Кімдер қадағалауға алған? Мағлұмат үшін 2025 жыл 7 апрель күнгі көрсетуде осы сұрауды берген едім. Міне қазір дерлік 1,5 ай болды. Ешқандай нәтиже көрмедім. Жауап үшін алдынан рахмет депті. Енді қазір Қожелі районынан өтуші, сол айланба жол халық тілінде құлап апыжы ішінен өтуші айланба жол бар екен да. Сол жерде 3,5 тоннадан артық транспортлардың өтуі қадаған деген белгі қойылған екен. Бірақ тілекке қарсы әзір күнде бұл жерден бұл транспортлар өтіп жатырған екен. Бүгінгі күнде Қожелі районы аймағында А380 автомобиль жолы кесіп өткен. А380 автомобиль жолының 787 километрінде көпіріміз, жол өткізгіш көпірі бар. Сол бүгінгі күнде аварийный халатқа келіп қалған себебі жол жабылған. Авариялық жағдайда. Авария жағдайда. Сондықтан жүк тасушы автотранспортлар
Қожелі районы қаласының ішінен һәм құлап абыржы аймағынан өтіп тұрды қазіргі күнде. Енді бұндай жағдайларда міне жол қайғыт қауіпсіздігі басқармасымен біргелікте бір хат шығарып, сол белгіні алып тастау ilәжі бар ма? Мәселен, қазір халқымыз турдан тур түсінетін болсақ, сол белгілерге әтібар беретін болсақ, бәрібір бұл жерден транспортлар өтпеу керек демек. Белгі тұрпа өтпеу керек. Соны алып тасталып, бір қандай да бір жазу қоюға ilәжі бар ма еді? Бұл белгілердің орнатылу себебі автомобиль жолында бір емес 3 танадай көпір бар. Көпірлердің бүгінгі күнде техник жағдайына келіп шыққан халда 1980-1990 жылдар аралығында құрылған техник жағдай тәмір талап, аварийный халаталар болған себепті оққа түсу ауырлығы 5 тонналық жол белгілері орнатылған. Осы жол белгі әмелге еткен халда автотранспортлар жүклерін оқылардың санынан келіп шық жүклеп өту шарт. Бұл бойынша 342 санының қарардан белгіленіп өтілген автотранспортлар ауырлығы қанша тоннада оқлардың саны бөлінгенін қарап белгіленуі. Һәм жүк тасушы автотранспортларды қадағалауы бойынша жол қарекеті қауіпсіздігі басқармасы, автомобиль жолдар бас басқармасы һәм транспорт назарат инспекциясы тарапынан бүгінгі күнде тәрізі пункттері шөкелместіріп, жолдарда рейд тәдбірлер әмелге асырылып жатыр. Енді қазір мына бұқарамыз берген сұрауға жауап қайтаратын болсақ, сол айланба жолда, мәселен, қазір ремонт жұмыстары әмелге асырылып жатыр дедіңіз, оңалау жұмыстары. Солай екен қазіргі күнде демек сол транспортлардың өтуі ешқандай қағида бұзушылыққа жатпай ма? Жатпайды. Себебі жол қарекеті қауіпсіздігі басқармасымен кесілген бұл. Енді сол белгіні алып тастаудың ilәжі бар ма? Мәселен, 3,5 тоннадан артық бұл жерден өту қадаған деген белгі тұрған екен, жол белгісі. Бұл жол белгілер тикарғы көпірлерде қойылған, 5 тонналыққа. Көпірлердің техник халатынан келіп шығып. Демек, құлап апыжының ішінде бұл белгі жоқ. Қазір айтылып отырған. Көпірлерде бар. Көпірге жетпестен 100 метр алдында қойылады. 100 метр. Енді бұл оңалау жұмыстары қанша уақыттың ішінде тамамлануы мүмкін? Өзбекстан Республикасы президентінің 454 санының қарарына тикар қарарына кіртілген көпірде реконструкция жұмыстары әмелге асыру бойынша бүгінгі күнде жойбар смета құжаттары ісеп шығып жатыр. Жойбар смета құжаттары ісеп шығылып, тендер саудалар қойылса, одан қарасы сол құрылыс жұмыстары демек, оңалау жұмыстары басланбады? Елі басланбады. Қазіргі күнде. Келесі сұрауымыз. Жолларда жүз беріп атырған жол транспорт қайдеселері, әсіресе балалар өлімінен жұмақланып атырған аяншылы жол транспорт қайдеселер тикарынан айдаушылардың жол қарекеті қағидаларын бұзуы ямаса педаларын жолларда жүру қағидаларын білмегенлігінен келіп шықпақта деген екен. Бізде бір нәрсе әдетке айланған, қандай да бір жерде жол транспорт қайдесесі болып, инсан өлімі жүз берсе, сол аймақтағы мектепке барып, бұқараларға түсіндіру жұмыстары алып барылады. Негізінде қайдеселердің алдын алып, бұқаралардың қауіпсіздігін тәмінлеу үшін алдынан түсінік жұмыстары алып барылуы керек. Балалардың қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатымыз екен, сонда не себепті мектеплерде жол қарекеті қағидалары өз алдына сабақ етіп өтілмейді. Жас бала мектеп партасына, жолларда жүру, светофор шырақларына әмел ету білімдерін иелеп шықса, бір өмірге ядында қалады. Бала жолдың белгіленбеген бөлімінен өтіп, ямаса пиядалар өту орындарында өз қауіпсіздігін тәмінлеп өтпей машина қағып кетсе, баланың басқа сабақlarda да мың білгенінің пайдасы жоқ. Сондықтан балалар мектепке барып келуде жолларда жүру қағидаларын үйретуші жол қарекет қағидалары пәні ішкі істер министрлігі, жол патруль қызметі ұсынысыменен мектеплерде өз алдына пән ретінде кірітілуі керек. Жалғас Мырзаханов, Қожелі районы. Әлбетте бұқарамызға бұл ұсыныс үшін minnetdarchilik білдіреміз. Бірақ біздер қазір жол қарекеті қауіпсіздігі басқармасымен тұрақылы түрде іздесіп барамыз, көрсетулер алып барамыз. Міне Тұрсынбайдың өзі де қазір айтып өтеді, тұрақылы түрде мектеплерде бұндай сабақтар өтіледі. Тұрсынбай, өзіңіз Әлбетте, бүгінгі күнде Түркістан аймағындағы 726 мектеп болатын болса, бұл орынға әрбіріне жол патруль қызмет инспекторлары біріктірілген. Яғни мінекей біз Нүкіс қаласының өзін алып қарайтын болсақ, әрбір азанғы уақытлар, яғни сол мектеп оқушыларының қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында жол патруль қызмет инспекторлары тарапынан пиядалар өту жолдарында сол оқушылардың қауіпсіздігін толығымен тәмінлейді, һәм мектеп оқушылары сол оқуға сағат 9:00-да кіріп болатын болса, сол 9:00-ден кейін ғана барып, сол орынның өзінде жол патруль қызмет инспекторлары тарапынан жол әрекеті қағидалары бойынша сабақ өтіліп барылады. Яғни бұл әлбетте бүгін сол жол әрекет қауіпсіздігі сабақлығы берілмеген, сол себепті біздердің жол патруль қызмет инспекторларына әр біріне сол мектеплер біріктірілген, сол біріктірілген мектеплерде мінекей әзір бүгінде 506 мектеплерде жол әрекет қаналары жүргізілген. Тікелей жол әрекет қаналарында сол оқушылардың сол көргізбелі құралдардан пайдаланған алды сол бұл орында, яғни сол қаналарымызда жол белгілері, светофор, жол сызықлары, әрбір
элементтердің бәрі сол жерде жәмленген. Яғни сол жерде балаларға сол жол әрекеті қауіпсіздігі қызметкерлер тарапынан жол әрекеті қағидалары бойынша толық үйретіліп барылады. Мінекей қазір мектеп уақыты тамам болғаннан кейін қазіргі күнде мінекей балалар демалу орайлары бар республикамыз аймағында 11 орында, сол 11 орында балалар демалу орайларында бүгінгі күні мінекей әр аптаның жұма күндері сол орынларға барып жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы тарапынан өздерінің сол балалардың жол әрекеті қағидаларын әмел етуі, олардың сол жолдарда әрекетлену мәдениеті бойынша да сол жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлері тарапынан үгіт насихат түсіндіру жұмыстары алып келінбекте. Сонымен біргелікте біз тек қана сол жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлері тарапынан бұл жол әрекеті қағидаларын үйрету емес, бірінші нәубетте ата-ана да дастархан атрапында отырған уақытта жол әрекеті қағидаларын балаларына үйрету керек деп ойлаймын. Себебі ата-ана берген бәрібір сол үгіт насихаты оның сол баланың миында қалады. Мәселен, мінекей көпшілік жағдайларда азанғы уақытлар балалар шығып жатқан азанғы уақытлар көпшілік жол транспорт сәтсіздіктер жүз беріп жатыр. Бұның кепшіл себебі мінекей азанғы уақытлар ата-аналар өзінің сол кішкене балаларын мектепке ямаса апарып қоймастан өзін еркін жіберуі, яғни сол үлкен жолдардан кесіп өту жағдайлары. Мінекей ол қанша айтқанмен бала біз әрбір балаға сол жолдардан өткенде пиадалар жолынан өту керектілігін, қай тәртіпте өту керектілігі, hamda Нүкіс қаласы ішінде көпшілік жерлерде светофорларын әттекі сол светофорларда точкалы светофорлар орнатылған, яғни кнопкалы кнопкасын басқан кезде сол светофорлар, яғни пиадалар үшін жанады. Соған қарамастан мінекей республикамыз аймағында 32 жол транспорт hadisесі балалар қатынасында жүз берген. Тұрсынбай, міне аз бұқарамыз айтып өткендей, демек мектеплерде өздеріңіз барып пән ажыратылмаған болса да, сол арнаулы ханаларда сабақларды өтесіз, дұрыс па? Қанша уақыттан өтіледі бұл? Бұл әр күндік инспектордың сол күн давамында инспектор сол белгіленген тәртіп, яғни сол әр күні азанғы уақытта мектеп оқушылар кіргізіп қоятын уақыттары барып, сол 10-15 минут қана сол балаларға түсіндіру жұмысын алып барады. Әр күні дерлік бұл. Қазір міне айтып өттіңіз ғой, кішкене балалардың ата-аналары жібереді, кішкене балаларымыз қағидаларды білмейді мәселен. Бұқарамыз да дұрыс айтты, дұрыс ұсыныс берді. Кішкене балаларымыз сол қағидаларды білмесе, жол қағидаларын білмесе, демек басқа пәннен білуінің пайдасы да болмай қалады. Себебі өміріне кесент беруі мүмкін, қандай да бір осындай аянышты жағдай болып. Солай екен, бұл бұқарамыздың да ұсынысын інабатқа алып, сол сіздің басқармаңыз тарапынан мектептерге осындай бір хат жіберіліп, бір арнаулы пәнлер қылынса жүдә мақсатқа муафиқ болар еді. Бұл бойынша сол тиісті тәртіпте сол жоғарытушы органдарға да hamma жерге бұл хат жіберілген. Бұл бойынша сол яғни сол сабақтық ажырату бойынша біздерге сол хат келген, яғни ажыратылмайды дегенде. Сол себептен біздер жол патруль қызметі инспекторлар тарапынан соның себебінен мектеплерді бөлістіру. Яғни әр бір мектепке, яғни бір инспекторға 5 мектептен келетін болса, сол 5 мектепке әр күні бір мектептен болса да инспектор сол күні сол жол әрекеті қағидасы бойынша балаларға сабақ өту. Бірінші нәубетте сол кіші класстағы, яғни 1-ші класс пен 4-ші класс арасындағы мектеп оқушыларының бірінші нәубетте соларға жол әрекеті қағидасын үйрету. Себебі мінекей балалар жолдан жүгіріп өту жағдайлары, сондай-ақ белсебеттен түспей әрекетлену, жолдың белгіленбеген жеріне әрекетлену нәтижесінде мінекей жоғарыда айтып өткен цифрларымыз, яғни жол транспорт hadisелері жүз берген. Рахмет. Студиямызда орнатылған 61 кодымен 226-13-14 байланыс номерлеріне кеп түскен сұрауларды оқып естіреміз. Көшедегі мультирадарлар жаримаға тартуға хақылы ма? Ең көп халқымыздың арасында қазіргі күнде осындай бір беріліп отырған сұраулардың бірі мультирадарлар жаримаға тарту мәселесі. Әлбетте, мінекей министрлік кабинетінің сол радар құрылмаларын сол тәртіпке салу бойынша 318 салы қарар қабыл етілген. Бұл қарарменен, яғни осы жылдың 1 сентябрь күнінен бастап барлық түрдегі радар құрылмалар, яғни көшпелі радар құрылмаларында 540 жол белгілері, яғни 250 hamda 500 метрге шейін болған аралықтарда орнатылу лазым деп табылған. Hamda осы жылдың 1 сентябрь күнінен бастап, яғни мультирадар, көшпелі радарларымыз, hamda стационар радарлар құрылмаларымыздың бәріне сол 540 жол белгісі керек болады. Егер де 540 жол белгісі болмаған жағдайда бұл радарға құрылмасына түскен, яғни жаримамыз бұл бекар етіледі. Сол себептен мінекей қазіргі уақытта мінекей сол мультирадарларымыз әрекет һәм әрекетсіз давамында да сол автотранспорт басқарушылар тезілікті асырған жағдайда бұл тиісті тәртіпте сол яғни сол жаримаға жазылып келмекте. Себебі мінекей сол Нүкіс қаласының ішінде алып қайтымыз, Нүкіс қаласының ішінде жоғары тезлік 60 белгіленген болса да, автотранспорт басқарушылар тарапынан жоғары тезлік, одан 60-тан жоғары тезлікте әрекетлену жағдайларын бұл мультирадар ямаса сол басқа да радар көшпелі радар құрылмаларымызға бұл түсу жағдайлары жүдә көбірек ұшыраспақта. Енді сол бойынша айтқанымызда, мінекей бұлардың бәрін тәртіпке салу бойынша мінекей 1 сентябрь күнінен бастап барлық түрдегі радар құрылмаларымызға 540 жол белгілері керек болады. Яғни сол мультирадарымыздың өзі де енді сол знак тәсірі астында тұрып, белгінің астында тұрып, сол жарималарды жазу мүмкіншілігі болады. Қазір міне социал тармақлардан көпшілік көреміз, міне осындай мультирадарлардың, көшпелі радарлардың жарималарын бекарладым деген көпшілік хабарларды естеміз, көреміз. Енді берік сізге сұрау жолламақшымыз, міне қазіргі күнде
осындай жаримаға тартылып отырған мультирадарлардың қаншасы бекарланады? Мәселен, судқа кеп түскен жарималардың бәршесі бекарланып жатыр ма, яки болмаса олардың сол хақылы тарифлері де бар ма? Енді ассалаумағалейкум. Бірінші нәубетте қазіргі уақытта бұқаралық тарапынан низамның талабы бар, соны түсіндіріп өтемін. Әрбір жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы сол әкімшілік әмелият бөлімі тарапынан шығарылған қарар, ол низамның күшінде болып есептелінеді. Низамның күшінде болған қарарға ешкімнің қазіргі уақытта менің де пікір білдіруге хақым жоқ, низамсыз. Егер де сондай жағдайға ұшыраған бұқаралар болса, бұған Өзбекстан Республикасы низамшылығында құқық берілген, сол қарар үстіне шағым ету құқығы, жоғары тұрушы орынға, ямаса судқа. Яғни қарар нұсқасы алған күннен бастап 10 күн ішінде сол өзінің жасау аймағындағы судқа, жинайят істері бойынша судқа, ямаса құқық бұзарлық анықталған, ямаса сол радарға түскен жердегі судқа шағым ету мүмкін. Кейін оның шағымы суд тәртібінен қарардың низамлығы, текарландырылғанлығы, әділдігі жағынан тиісті тәртіпте көріп шығылады. Қазір енді міне көплеп қатаң низамлар шығып жатырды. Әлбетте бұл бірінші нәубетте сол жол транспорт қатерлерінің алдын алу, аяншыл жағдайлардың алдын алу болып саналады. Міне осы қазіргі күнде дерлік толық әмелге кірген, низамға кірген осындай низам құжаттары хақында да айтып өтсеңіз. Өзбекстан Республикасы 2025 жыл 20 февраль күні Өзбекстан Республикасының низамы қабыл етілді. Яғни жол әрекеті қауіпсіздігі системасы жетілдірілуі нәсебетімен Өзбекстан Республикасының жинайят кодексі, жинайят процессуал кодексі, Өзбекстан Республикасының әкімшілік жауапкершілігі хақында кодексіне өзгеріс қосымшалар кіргізілді. Бұнан әмде осы өзгеріс нәтижесінде әсіресе спиртлі ішімлік ішке, немесе нәшибендік затлар тәсілінен, немесе өзгеше тәрізде мәслік жағдайында болған шахстардың транспорт басқарғанлығы үшін жаза шаралары күшейтілді. Яғни Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілігі хақында кодексінің 131 статьясы 1 бөлімі алдыңғы редакцияда жаза шарасы 1 жыл 6 ай мүддеттен 3 жылға шейін транспорт басқаруынан айырылып, базалық есепталмалардың 25 есесі мөлшерінде жарима жазасы белгіленген еді. Қазіргі күнде осы 20 февраль күнінен бастап бұл жаза шарасы күшейтілді. Яғни 3 жыл мүддетке транспорт басқаруынан айырылып, 40 базалық есепталмалардың 40 есесі мөлшерінде жарима жазасы белгіленді. Бұнан тысқары транспорт құралын басқару құқығына ие болмаған шахс, немесе транспорт құралын басқару құқығынан махрұм етілген шахстың транспорт құралдарын мәслік жағдайында басқарғанлығы үшін жаза шарасы күшейтілді. Базалық есепталмалардың 55 есе мөлшерінде жарима жазасы яки 15 сутқа әкімшілік қамаққа алу жазасы тағайындалуы мүмкін. Сонымен бірге Өзбекстан Республикасы жинайят кодексіне таза статьялар қосылды. Осы мәслік жағдайында транспорт құралын басқарғанлығы жүзесінен, яғни транспорт құралын басқарған шахс әкімшілік жаза шарасы қолданылғаннан кейін екінші мәрте мәслік халында транспорт құралын басқарған жағдайда оған жинайы жауапкершілік тұтылмақта әзір. Рахмет. Қазбек, міне көплеп бұқараларымыз арасында берілетін сұраулардың бірі, бұл әлбетте ДАМАЗ автотранспортларына лицензия беру мәселесі. Пайтақтамыздан сол көплеген бұқараларымыз мұражат етеді. Міне біздер лицензияға жолдаған едік мұражатымызды, бірақ яқ жауабын алдық деп лицензия берілмейді деген. Енді ДАМАЗ автотранспортына қазіргі күнде тек пайтақтымызда берілмей ме лицензиялар, яки болмаса басқа аймақларда да сондай ма? Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бұл бойынша Қарақалпақстан Республикасы транспорт министрлігі тарапынан өткенде де социалдық тармақтар бойынша мағлұматтар берілген. Соған да қосымша қылып айтып өтсем, 2025 жыл 2 апрель күнгі 200 санды Өзбекстан Республикасы министрлігі кабинетінің қарары қабыл етілді. Осы қарарға текар жөнеліссіз жолаушы тасумен шұғылданушы ДАМАЗ автотранспортларымен жолаушы тасушы бұқараларға, яғни талаптар қойылды. Бұл талаптардан бірі сол ДАМАЗ типіндегі hamde вагон типіндегі ДАМАЗ автотранспортларына өзін өзі бәнт еткен алда жөнеліссіз жолаушы тасумен шұғылдану қадаған етілді. Бұл тек НÖКС аймағында емес, бұл бүткіл Өзбекстан Республикасы аймағында
әмел етеді. Бұның қазіргі күнде Өзбекстан бойынша лицензия берілмейді бұл дамасларға. Берілмейді. Дағы мұражатшылардан, бұқаралардан көп қана бір түсінбеушілік сұраулар келіп түседі. Осы орында соғаннан бір анықтық кіріп өтсем, яғни Дамас автотранспортына жөнеліссіз жолаушы тасу бойынша лицензия берілмейді болмаса, районларда автотранспортлар Дамас автотранспортлар жолаушы тасумен шұғылданып жүріпті ғой. Оларға неге берілмейді? Оларға неге беріледі? Бізге неге берілмейді? Яғни бұл орында олар жөнелісі автотранспорт Дамаслар есептелінеді. Яғни жөнелісі дегені сол А точкадан Б точкаға шейін барушы, яғни жолаушы тасушы кархана тарапынан сол тендер тикарында ұтып алынған жөнелісті Дамас автотранспортларымен тәмінлеу нәзірде тұтылады. Яғни олар азанғы сол жөнеліске шығып отырған уақытында тиісті тәртіпте сол техникалық көліктен, айдаушылар болса тиісті тәртіпте сол медициналық көліктен өткеріледі. Хәмде олардың баратығын жөнелісі, А точкадан Б точкаға шейін баратығын жөнелісі қойылмастан алдын олар жол әрекеті қауіпсіздігі қызметкерлері, автомобиль транспорт министрлігі қызметкерлері. Келесі сұрауымыз, уақытымыз жүде аз қалған, сұраулар көп, естіріп өтіреміз. Кейінгі сұрауда, ассалаумалейкум, жол белгілері қайсы ұйымның қарары менен қойылады? Бұрылары жергілікті хакимият қарары менен қойылады ғой еді. Және ғалаба хабар құраллары жариялану керек шығар бұл белгілер қойылғаннан кейін. Қазір жол белгілері хадден тыс көбейіп кетті. Норматив бойынша тоқтау қадаған белгісі қандай орынларға қойылуы керек? Меніңше депті, бұндай белгі қойылған аймаққа жақын жерлерде транспортларды қою орны, транспортлардың тұру орны, парковкалар болуы керек шығар. Қай жерді көрсең тоқтау қадаған белгісі қойылған жандағы көшелер тар, басқа транспортлардың қарекетленуін шектейді. Бір қанша тоқтау қадаған белгісін, тоқтап тұру қадаған белгісіне өзгерттіру керек меніңше депті. Анық жауап берілсе осы сұрауға депті. Байрам Тұрымбетов деген бұқарамыз. Әлбетте, дұрыс айтқан, мінекей бүгінгі сол жол әрекеті қауіпсіздік басқармасының анаулы эксплуатация монтаж бөлімі деген бөліміміз бар. Сол бөлім тарапынан, яғни Нүкіс қаласы hamda районлардағы орайларына сол жол әрекеті қауіпсіздік басқармасының анаулы эксплуатация монтаж бөлімі қызметкерлері тарапынан осы орындарда, яғни жол белгілерін орнату, жол сызықларын сызу hamda осы орындардағы жол элементтері болған біздер тарапынан орнатылады. Яғни бүгінгі сол жол белгілерінің орнатылу тәртібі сол һәм оған айтып жоғарыда қарар дейді хәкім. Бұл сол жол әрекеті қауіпсіздік басқармасы тарапынан үйреніп шығылады, һәм су орынға орнатылу лазымдылығы табылса, жол әрекеті қауіпсіздік басқармасы тарапынан орнату жұмысы әмелге асырылады, һәм оған қара текар шарт емес болады. Яғни сол жол бұл орын үйреніп шығылады, тиісті тәртіпте һәм жол қадағалау бөлімі тарапынан анаулы бұған рұқсат алынады. Сол арқылы бұл орынға жол белгілері орнатылады. Сондай-ақ мінекей 327 яғни тоқтап тұру қадаған жол белгілері ол тиісілігіне қарап, яғни үйрену дауамында, яғни сол жерге біз көпшілік жағдайда мінекей орайлық емдеуханаларымыз алдылары бар. Сол орынға себебі бұл орын автотранспорт құралдарының жүдә көп келуі һәм сол орындарда автотранспорт құралдары яғни сол тәртіпсіз қойып кету нәтижесінде бұл орындар тығыздылықтар пайда етіледі. Сондай тығыздылықтардың алдын алу мақсатында бұл 327 жол белгілері орнатылады. Қазіргі уақытта демек бұл орындардан тез жәрдем транспортлары өтеді, оларға да кесенді бермеу үшін шығар. Транспорт орынға һәм сондай тез жәрдем автотранспортлар өтеді. Бұл орында сол басқа да бұқаралардың емін-еркін әрекетленіп сол орайлық емханаға кіру тәртіпке салу мақсатында сорлар орнатылған. Сондай-ақ мінекей бұқаралар көп топланатын орындар болады. Яғни сол бұқаралардан көп топланған орындарда бұл жерге де сол автотранспорт құралдарды тәртіпсіз қойып кеткен жағдайда бұл орында тығыздылық пайда етіп, яғни сол автотранспорт құралдарының емін-еркін әрекетленуі шектелінеді. Сол себепте мінекей осындай орындарды үйреніп шығып, жол әрекеті қауіпсіздік басқармасы үйреніп шығады һәм тиісті сол эксплуатация монтаж бөліміне тапсырма беріп, тапсырманы сол монтаж бөлімі қызметкерлері тарапынан орындайды һәм сол орындарға жол белгілері орнатылады. Һәм жол белгілері орнатылуы жол қадағалау бөлімі тарапынан рұқсат етіледі. Һәм сол арқылы, яғни бұған хәкім, яғни жергілікті хәкімдердің қарар шарт емес болған. Қазір міне бұқарамыз айтып өтті, Тарлау көшелерінің қасында да осындай белгілер орнатылған деп та. Демек, осы белгіні қоймастан алдын қандай да бір өзінің тәртіп қағидасы бар ма? Жан-жағына қарап, сол көшелердің транспорт сыйымдылығына қарай ма? Әлбетте. Мен ішкі көшелеріміз болатын болса, ішкі көшелерден үйрену дауамында, яғни сол базар атрафында көшелерді нәбат қалған болса керек, бұл орындарда мінекей сол жердегі жасаушы бұқаралардың өздері үйінен шығу мүмкіншілігі де болмай жатыр бұл жерде. Себебі автотранспорт құралдары сол дәрежеде тәртіпсіз қойып кетеді, һәм бұл орынға сол өзінің сол жергілікті халықтың шығу жағдайы үйінен шығып, яғни машинада әрекетленуде қиын болған себептен бұл орынларға лазым деп табылған жол белгісі, һәм сол орынларды тәртіпке салу мақсатында бұл орынға сол жергілікті бұқаралар тарапынан мұражат жолданған, сол мұражатты үйреніп шығып, сол орынға құру белгілеп қойылған, һәм сол орындарда жол белгілері орнатылған.
Рахмет. Келесі сұрауымыз, көшелерде һәм кіші районларда көп жерде жасалма биіктіктер орнатылған. Бұл көп транспортымызға көп зиян тигізіп жатыр. Бұны қадағалаушы ұйым бар ма? Депті. Дәслепкі сұрауы бұл. Екінші сұрауда бар екен, Қожелі райондағы биік көпірде оңлау үшін жолды жауып қойыпты. Демек, тосқылар орнатылған. Бұл жолдың ұзақлығына себеп болып жатыр. Я оңлау жоқ. Қашанға дейін давам етеді? Депті. Дәслепкі сұрауымыз, демек, жасалма биік. Яғни жасалма биіктіктердің орнатылу тәртіптері бар, белгіленген. Бүгінгі күнде бұқаралар тарапынан сол жасалма тосқыларды бетон цемент қаптамалымен орнату жұмыстары орнатылып тастаған. Бұл орнына сол жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасының рұқсаты керек. Яғни біз сол әзіргі күнде мінекей мектеп кешекең білімші мекемелерінің алдыларында, яғни мектеп оқушыларының қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында биік пиадалы өту жолдары орнатылмақта. Бұл өз кезегінде оқушылардың қауіпсіздігі тәмінленеді, һәм автотранспорттың тезлігі пәсейеді. Әзіргі күнде мінекей жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасының эксплуатация монтаж бөлімі қызметкерлері тарапынан сол орнатылуы лазым деп табылған. Сондай-ақ мінекей бұқаралардың mürajaатлары үйреніп шығған жағдайда орнатылып жатырыпты. Ал бұқаралар тарапынан өз басымшылықпен орнатылған, яғни жасалма биіктіктеріміз, жаңа жоғарыда айтып өткеніміз цемент қаптамалы, бұл өз кезегінде яғни сол алып тастау жұмыстары әмелге асырылады. Егер де жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы тарапынан бұқаралардың өз басымшылықпен құрып жатқан жағдайы анықталса, бұқараға тиісті тәртіппен әкімшілік баяндама рәсімдетіледі. Бұл бойынша өзінің белгіленген нормативі бар, яғни сол белгіленген сантылары бар, яғни сол қанша биіктікте болу керек, автотранспорт құралына қандай жағдайда зиян жеткізбеу керек, сол бойынша мінекей норматив белгіленген, сол тикарында бұл әмелге асырылады. Рахмет. Ерназар, екінші сұрауым сізге тиесілі екен. Қазір ғана көрсетуіміздің басында айтып өттік. Қожелі районындағы биік көпірде оңлау үшін жолды жауып қойыпты. Бірақ оңлау жұмыстары ешқандай көрінбей жатырыпты, басыланбаған деп жатырыпты да, бір қолайсыздықтар келтіріп шығарып жатыр. Бұл қашанға шейін давам етеді депті бұл бұқарамыз. Бұл көпірдің оңлау бойынша реконструкция қылу дәстүріне кіртілген. Өзбекстан Республикасы президентінің 454 санының қараны тикар. Бүгінгі күнде көпірде жойбар смета құжаттары істеп шығылмақта, белгіленген тәртіпте шартнамаға тикар. Жойбар смета құжаттары істеп шығылып жұмақланса, белгіленген тәртіппен низам тикарында тендер саудаларын қойылып, кесіп алып істеуші карханалар тарапынан құрылыс жұмыстары басталады. Ерназар, осы жолдар жауылмай, демек, елі реконструкция жолға қойылмаған екен, оңлау жұмыстары, демек, қазіргі күннен басылап жаумай, сол көпірді ашып қойса бола ма, яки болса бұл авариялық жағдайға түсіп қалған ба бұл көпірлер? Не себептен қазіргі күннен басылап жауып қойылған? Жауып қойған себебі көпір авариялық халатта еді, көпір балкалардың. Демек, авариялық жағдайда болғаннан жауып қойылған. Келесі сұрамыз, уақытымыз аз қалған. Комарова менен Dabылова көшелері светофор қате қойылған, осы орынды көп жол транспорт қатысушылар болып тұрады. Бұл жерде еш мектеп я бақша жоқ. Шымбай шайхана атрапы депті. Комарова һәм Dabылова көшелері кесіліспесі. Светофор мәселесі. Бұл орында оңлау жұмыстарды, яғни автомобиль жолының оңлау жұмыстарды алып барып жатырды. Соның бірге бұл светофорға жаңадан заманауи светофор құрылмасы орнатылған. Бұл орында сол светофор құрылмасы жерде натура орнатылмаған. Ақиқатында сол жерге тура келіп, сол норматив құжат бойынша белгіленген тәртіпте орнатылған. Қазіргі күнде ол светофор сол жолымыз кеңейту жұмыстары алып барып жатыр. Жолды кеңейткеннен соң бұл орын бұрынғысынан әдеуір жақсы һәм кеңейген жағдайда болады. Сондықтан әдеуір айдаушыларға, автотранспорт басқарушыларына қолайлылық жаратылады бұл орында. Қазіргі уақытта бұл орында сол оңлау жұмыстары алып барып жатқан себеплі автотранспорттары айланып өту жағдайларда бар да бұл орында. Сол себептен бұл қолайсыз құрылған деп айтып тұрған болуы мүмкін. Базардың артындағы жолды оңлап берсе екен, демек, жүдә үлкен театр тараптан кіре тұғын жол дейді. Театр тараптан өте тұғын жолды базардың арқасын бір оңлау жұмыстарын істеп берсе екен деген mürajaat кепті. Бұл жол ішкі жол болып есептелінеді. Бөкс қаласы авиаландыру басқармасы балансында есептелінеді. Бұл бойынша авиаландыру басқармасына ұсыныстарға кіртеміз басқарма тарапынан. Демек, қазір есіңізде қалды ғой, айтылып отырған аймақ. Базардың арқасы үлкен театр тараптан кірген орын. Бір сұрауды оқып естіруге харекет қыламыз. Және ассалаумағалейкум, Құмауылы 7-ші санлы маршрутлы һәмде 55-ші санлы маршрут кесіліспесінде светофор орналастырылды, бірақ істемейді. Алдын сол жасалма бекілік бар еді. Алып тасланды. Енді светофор қойды, бірақ істемейді депті. Бұл орынға светофор құрылуды, яғни сол жергілікті макам құрылар жиыны тарапынан басылмалы бюджет тикарында ұтып алынған, хамсы су орынға орнатылған. Қазіргі уақытта бұны біздер тарапынан жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасының аналық эксплуатация монтаж тарапынан қабылдау алу жұмыстары алып барылмақта. Дегенмен сол
светофор құрылмасының орнатылуында сол паспортлары болады, яғни паспортларының толық емеслігі һәм де оның құжаттарында кемшіліктер болғаны себебі біз жол әрекет қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлері тарапынан бұны қабылдау алу жұмыстары сәл тоқтатылып тұрыпты. Себебі сол белгіленген тәртіпте құжат норматив құжаттары тайым болғаннан соң жол әрекет қауіпсіздігі басқармасының балансына өтеді һәм сондан кейін ғана бұл светофор құрылымы іске түсіріліп беріледі. Қазіргі уақытта бұл жеке сол істермен тарапынан құрылған светофор болып, соны қазіргі уақытта сол құжаттарын таярлау істері алып барылмақта. Енді мәселен сондай жеке спермен тарапынан орнатылып отырған жол светофорлар, радарлар болсын, бұлар орнатылғаннан кейін қанша уақытта істену керек екен тәртібі бойынша негізі? Орнатылғаннан кейін сол белгіленген міндет белгіленген, бірақ дегенмен сол құжаттарында кемшіліктер, я болмаса сол жол белгілерінде кемшіліктер болуы мүмкін. Сол қашан сафластырылып болынбағанша бұл светофор іске қосылмайды. Себебі біз светофор іске қосқаннан кейін ол кемшілік болатын болса, бұл жерде бәрібір сол жол транспорт полициясы келіп шығуы мүмкін. Сол себептен бұл орында сол автотранспорт басқарушылары бұл жерде жол белгілері орнатылған толығыменен сол жол белгілерін әмелетіп басқаруын сұрап қаламыз. Рахмет. Әзілер, тілекке қарсы уақытымыз шекленген, солай екен жолларымыз хәмеше бейхатер болсын деген жақсы тілектермен сіздермен қоштасамыз. Аман болың.